Енді ертемен оянған көрермен назарына көшедегі көлік кептелістеріне тұрып, уақыт жоғалтпауды көздеген тәсілді қарап көрсетейік. Алматыдай алып мегаполистегі көлік тығыны мәселесін шешуде қаншама жұмыстар жасалып жатыр. Дегенмен бұл кептеліс бәрібір азаяр емес. Қаладағы толассыз қозғалысты азайту біздің қолдан келмейді. Дегенмен осынау қарбаласта уақыт үнемдеудің және жұмысқа ешкіммен қысылыспай жайлы жетудің жолдарын ұсынып көрейік. Кептелісте көп тұрмас үшін бүгінде халық метро қызметіне жиі жүгініп жатады. Діттеген жерімізге қанша уақытта жететінімізді осы жерден бастап есептеп көрейік. Кептелістен қашып метроға мінетіндер әзірге аса көп емес. Өйткені метроның жүру уақыты қысқа. Дегенмен осы жерге дейін өз көлігімен келіп, Абай мен Райымбек даңғылының бойындағы көлік кептелісінен оңай құтылатындар көп екен. Қысқасы метро уақытты үнемдеуге көмектесе ме? Абайда мініп, Байқоңырдан түстік, оның аралығында 3 минутта жүрдік. Райымбектен мініп, Байқоңыр остановкасына дейін 6 минут ішінде келдім. Маған метромен жүрген ыңғайлы. Себебі метрода адам көп болғанмен, бірақ кептеліс болмайды да. Метроның жолы азақ қой, қазіргіне ашылған. Әрине метромен тез баруға болады. Фурманов пен Райымбек Батыр көшесінің қиылысына да келдік. Осы жерге жеткенше мен 11 минут уақыт жұмсадым. Осы 11 минутта біз 5 аялдаманы артқа тастадық. Көлік кептелісіне ұрынбай жұмысқа жайбарақат жетудің тағы бір жолы троллейбусқа міну. Уақытты тағы да белгілейік, кеттік ендеше. Қазір троллейбустар түгелдей жаңарған. Діттеген жеріңізге метродағыдай тез жеткізбесе де, жүру жылдамдығы жақсы. Сосын электр қуатына да тәуелді емес, яғни аккумулятор арқылы жүре береді. Мүгедектер арбасымен кіруге арналған арнайы қондырғысы бар. Қысқасы, тиімділігі көп. Час пикте бізде негізі 80-90-дай адам отырады. Оның жаңағы билет таза 60-70-дей болады. Өте ыңғайлы, іші таза, өзіме ұнайды, жұмысқа да жайлы. Біздің бала кезімізде бұрын троллейбус көп еді Алматыда, трамвай көп еді, экологиясы қандай болды. Қазіргі машинелердің көптігінен троллейбус электротранспорт болған жақсы болады. Троллейбус неге жақсы, ол экологияға жақсы. Міне Тимирязев пен Әуезов көшесінің қиылысына да келіп жеттік. Сағат 9:03-ті көрсетіп тұр, яғни біз 23 минут жол жүрдік осы жерге дейін. Бұл жолда біз шамамен 8 аялдаманы жүріп өттік. Әрине таңғы қарбаласта қай көлік түрі тиімді екенін өзіңіз таңдайсыз. Тек жұмысқа ерте қамданып, таң сәріден жүйкеңізді шұқартпаудың жолын іздеңіз.